Ассалаумағалейкум ағайындылар, апалар, тәтелер. Сол бүгін тағы бір кішігірім тақырып шығарым келетір. Таргет жайлы. Вот. Таргет жайлы шығарым келіп отыр. Вот. Жалпы айтқанда, таргетке көп ақша салып отыр адамдар. Енді біздің қоғамға мықты бүкіл Қазақстан бойынша бір-бірін түсінетін кәсіпкерлерді жинау керек. Тағы басқа слабый кәсіпкерлер болсын, действующий, крупный, бәрін жиналыңдар группаға ше. Енді бір общий таргетті ашайық. Біздің консалтинг бар ғой, просто бір научный, познавательный немес, документальный или какой-нибудь корпоративный, познавательный болады. Біздікі просто әңгіме ретінде сөйлеу. Бір-бірімізге еске түсіру деген сияқты болады, напоминание. Өздерін ойлаңдаршы, бір общий таргет болса қоғамда. Компаниялар болады разный. Фрути, арбуз или тағы бір нәрсе. Енді сол общий бір таргетті алып, арамызда айтишниктер болса істесін, ақшасы бар адамдар, таргетке салып атқанда адамдар көп. Солар таргетке қосылса, общий бір жалпы таргет болады. Енді оны алсақ, өздерің ойлаңдар. Мен мысалға магазинде жұмыс істеймін. Мен мысалға магазинде жұмыс істеймін, маған не надо кого-то ходить, бегать, искать. Маған керек заттың бәрі табылу керек. Потому что мен оны сатам ғой ертең, маған керек. Мен оларды іздемеуім керек. OLX или дистрибьютордан сұрап, сізде бар ма, жоқ па, или звондап ше. Маған керектің заты сразу табылу керек. Правильно? Мен магазиншімін, мен сатушымын. Маған легко доступный программа болу керек. Сайтқа кірем, программа. Тему сияқты, Валберс, Озон. Бір кнопкамен басам, мысалы конфеты, печенье. И сияқтан барады да варианттар шығады. Алматинский печенье, Чимкентский, Астанинский печенье деп шығады. Сол барады да, сол заттарды маған заказ істеймін. Маған 5 коробка алып келіңіз деп ше. Заказ істеймін, мысалы маған алматинский печенье керек. Заказ істеймін, пожалуйста, алып келдерші 5 коробка печеньемді. Енді просто өздерің ойлаңдаршы, күштің бәрі қаяқта? Күштің бәрі бірлікте. Жалғыз жүріп, адамдар шаршап қалған, ауырып қалған, мысалы. Бірлік бар жерде тірлік болады. Негізінде бірігіп жүріндер деген ғой, үміт болып жүріндер, жамағат болып жүріндер, мысалға. Кәсіпкерлерге айтамын да, сообщество, қоғам ретінде жүруің керексіңдер. Енді сол сайтты дамыту керек. Давайте мен былай айтайын, арамыздан бір айтишник шықсын, жақсы, адамгершілігі бар, мықты, бас істейтін адам болсын. ТО ашсын. ТО ашқаннан кейін басқа серіктестіктермен договорға отырсын. Мысалға, таргет. Бір общий сайт жасасын. Оның инвесторы, кімдер болсын, кәсіпкерлер. Таргетке көп ақша салып жатсыңдар ғой, масқара ақша салып жатсыңдар ғой. Общий таргет болсын. Енді сол сайтты надо развивать. Представляете? Бір 500 кәсіпкер таргетке қосылса. Әркім қалтасына экономно болады. Үлкен ақша салмайсыңдар енді. Каждый жоқ дегенде қалтадан бір 25 мың теңге, 30 мың теңге, или сондай шығарсандар, чем 100 мың, 500 мың, миллион деп шығарғанша, осындай ақша шығарсандар, сіздердің сайттарыңызды, өнімдеріңізді
уже сол сайт арқылы кімге керектін іздеп тауып алады. Основное лицо ол бізде магазиншілер, базардың адамдары, торговый центрлер, донор, шаурма и так далее. Вот. Сосын сауда алаңын құрсақ, сол сайттың ішінде ақша салып отырсыңдар ғой таргетке. Ол өздерің ойланыңдар. Торговый площадкалар құрылады между Эмират пен Қазақстанның ортасында площадкалар. Саудовский Аравия мен Қазақстанда. Вот, пожалуйста, сол таргетке ақша құйсаңдар, вот представляете, 500 кәсіпкер. Или Қазақстанда бір 5000 кәсіпкер біріксе, сіздер өздердің тауарларыңызды можете продавать Қытайға. Сіздер өздердің тауарларыңызды можете продавать Сингапурға. 10 есе қымбат сол заттарыңыз бар ғой. Или сол товарды можете продавать Европаға. Бірігіп, ағайындылар. Европа білесіңдер ма? Италия, Франция. Шамал біреу ойланып көрсе, действительно жақсы идея екен деп ойланса мысалы ше. Өз-өзіне жау болмай, бірігіп ойланады. Действительно, егер итальянский рынокке кірсек, ол жақта қымбат қой. Страшно қымбат қой тауарлар. Но как итальянский рынокке кіру керек? Сұрақ. Жақсылап кіріп, чтобы өзінің заттарын сатуға. Громко, звучно кіріп ше. Вот общий таргет на итальянском языке ше. Представляете, таргет істесеңдер. Италия еліне, Франция, Испания еліне таргет істесеңдер. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Чтобы өздерінің товарларында заттарыңызды сату. Англия, Франция, Италия сияқты. Вот мәселе қайда жатыр. Бірігіп, логистика жолын істесеңдер. Логистика мысалға, жалғыз мысалға бір КамАЗ жалдамайсыңдар ғой. Чтоб мысалға, дальнобойщик КамАЗдар бар ғой, мысалы Volvo. Мысалы, Италияға мысалға жалғыз КамАЗ зачем вам отправлять? Бірігіп, кәсіпкерлер әркім өзінің заттарын бірігіп саласыңдар, правильно же? Или жалғыз самолет жалдамайсыңдар ғой. Италияға жалғыз самолет товарды апарам деп. Оған бірігіп, пәленше компаниялар самолетқа заттарын қойып сату керек. Вот сондай сауда алаңдарын құрсаңдар. Между Европы, Америка, Австралия сияқты. Вот, Япония сияқты мысалы, мықты дамушы елдерге ше. Сингапур, Эмират сияқты. Ол жақта тамақ қымбат. Ол жақта заттар қымбат. Сосын әрі қарай әркім өзінің брендін дамытса, еще было бы хорошо, конечно. Брендированный товар всегда ценится в любом случае. Вот. Но негізгі мақсат обычный магазиндерге қымбат товар қажет жоқ. Оларға всегда арзан товар керек. Вот. Европада бізден тамақ қымбат, кейбір тамақтар 5 есе қымбат тамақтар болады. 5 есе, 7 есе, 10 есе, сондай товарларды қойып, специальный сайт жасап для магазина. Не для одноразовых клиенттерге емес, одноразовый клиенттер болады ғой. Бір рет көрді, покупатель просто как Валберс, Озон сияқты болады ғой. Сатып алады, отырады, все. Там для своего надобности ше. Ондай емес. Специально магазиндерге, складтарға, базарларға Европаның заттарын салып сатсаңдар. Вот сондай общий таргетті ойлап шығарыңдар. Арамызда бір айтишниктер серіктестік ашып, кәсіпкерлер жинаңдар. Бәріміз біріксек, өздерің ойлаңдар. Ойбай, 500 кәсіпкер жоқ дегенде 20-25 мың теңгеден таргетке лақтырса, у нас будет какой таргет?
Очень страшный таргет болады. Не только Қазақстанда можно таргет жасап. Ту Европада істеуге болады. А қазір сіздер өздерің ойланып көріңдер. Қалай сіздер жалғыз Италияда таргет істейсіңдер? Жалғыз. Қандай ақша керек оған? Но Қазақстан өзінде әрең ақша төлеп осындай таргетке. Қаншама ақшаны құртып ше. А егер Италияда бірігіп крупный таргет істесеңдер, чтоб общий магазиндерге необходимый заттарды, вот, представительдер торговый складской Италияда мысалға помещениелер алсаңдар бірігіп, кейбір заттарды өндірісті сұяқта шығарсаңдар даже Италияда. Бұяқта емес, Қазақстан емес, сұяқта. Мияқтан шығарып сұяққа апарсаңдар мысалға. Вот сондай заттарды ойлану керек. Қандай Европа елінде налог аз, пошлина, таможенный налог аз. Вот сондай елдермен жұмыс істеп заттарды сату. Қандай тауарлар жақсы өтеді Европаға. Вот сол. Бізде енді солай всегда. Просто отырып алып, әңгімелесіп, сосын бонустарды айтып жүремін ғой Бонустарды алсақ мысалға, жігіттер, тәтелер, апалар, мысалы, потолок 5% деген, әр адам өзінің жағдайы жетеді ғой, там 1%-ке ма, добровольно ғой, ешкім қинамайды. 1%-ке ма, 2%-ке ма, потолок 5% мысалға. Сол бонустар бізде көбісі береді, нарыққа кіргеннен кейін көбісі бермейді. Байқадыңдар ма? Ал нарыққа кірерде көбісі бонус беріп, акция жасап, қызықтырып, арзандатып, бүйтіп-сөйтіп әйтеуір кіріп алу керексің. Өзіне аудитория жинау болу керек, клиенттер жинау керек. Вот сол сияқты бонусты басында береді, сосын тоқтайды. А вот соны екі жүйе жасап, бонустарды өзімізге бір пайдалы ретінде қайтарылым жасау керек. Біз осы тақырыпты қайталап жатырмыз ғой постоянно. Мысалы, сіздің компания, сіздің серіктестік құрдыңыз, там корпорация құрдыңыз, там өндірушілермен, дистрибьюторлармен, оптовиктермен, сатушылар бізде акционер, инвестор, главное лицо компании, который сіздің затыңызды сатып отыр. Соны барып бизнеске саламыз солардың ақшасын. Вот 500 магазинмен келісіңдер, өздерің ойлаңдар. Там грубо, 1 миллион оборот болса, 50 мың теңге бонус. 10 миллион оборот болса, магазиндер Алматыда, көбінесе 10 миллион оборот. Уже 500 мың теңге бонус, Вот грубо санамай қойып оны, экзаменде отқан жоқпыз ғой. Сонда бір 500 магазиннен жоқ дегенде, мысалға, ақша жиналса бонус. Там 500 мың теңге бонус жиналды деге, 500 магазинде. Это будет где-то 250 миллион болады. Сол 250 миллионға бір магазин соқсаңдар. Для чего? Чтобы масштабировать. Магазин соғасыңдар, содан 90% прибыльді, 500 магазин акционер бар ғой, соны хозяинына бересіңдер ма, или продавецке бересіңдер ма, без разницы. Әйтеуір біреуге бересіңдер, біреуді акционер қыласыңдар. И өздерің 10% көресіңдер. Но негізгі мақсат неде жатыр? Сол магазин соғып, сол магазинге товарды қойып сату енді. Енді ойланайық. Кім бізге 250 миллион теңгеге магазин соғып береді? Или кім бізге 250 миллион теңген ақшаны береді? Анада бір отырмыста, ойбай, енді мен 200 миллион магазин біреуге соғып, еще должен делиться. Вот сондай. Дальше түсіндіру керек па, объяснять керек па, зачем это? А кто вы такие деп ойланасың да? Вот әркім өзіне сұрақ қойсын, кто я такой? Кто я? Маған келеді 250 миллионға магазин соғып береді.
Кто я такой? Вот сөйтіп ойлану керек та. Одолжение жасап отырады да адамдар. А дальновидный адамдар ойланады, да, садақа это бонус берсек, садақа ол всегда қайтып келеді. Магазин соқтық, интересно соқтық. Бесплатно инвестиция жасадық. Мен өзім бонустарын берем. Магазиншілер соған салады, сол магазинге. Менің басқаруыммен. Содан 90%-ды мен бөліп берем өзім акционерлеріме. 10%-ты мынау производительдерге бөліп берем. И өзіміз затымызды қойып сатамыз. Келесі айда тағы бір магазин соғамыз. Айына бір магазиннен, жылына 12 магазин. А егер апорт соқсақ 50 мың квадрат. 500 компания эко-жүйе бойынша тегін инвестиция арқылы әркім өзіне 100 квадрат соқса, 500-ді 100-ге көбейтсек 50 мың квадрат. Бұл система ТНК, мировая, транснациональный корпорациялар, Голландия, Бельгия, Австралия, неше түрлі компаниялар бірігіп, биржа арқылы торговый центрлер соғады. Для чего? Для того, чтобы өзінің товарларын сату. Оны сіздер де істей аласыңдар, просто мен айтып отырмын да, бонус арқылы істесек. Вот. Қазір бізде адамдар слабый ғой. Ойбай, акция алындар, торговый центр соғамыз, ол жеке адамдарға қиын. Ол крупный игроктар ТНК-да істейді. Готовый, дайын адамдар, игроктар крупный. А сіздер оған дайын емессіздер ғой. Сондықтан бонус арқылы істеуге болады оны. И вообще, как вы хотите свой товар продать? Масштабировать, расширяться? Вот. Кто вам просто торговый центр, мысалға, дом соқсаңдар, Сингапурда 10 есе қымбат зат почти бізден, не? Ең қымбат почти государство. Налог аз, там налог жоқ, 0,5-1% налог. И дүние жүзінде миллиардерлер сояқта барып өмір сүріп, налог аз төлеу үшін бар өмір сүріп жатыр. Әркім өзінің бизнесі бар ғой. Чем өзінің елінде НДС, КПН төлегенше, ол Сингапурда өмір сүріп қымбат бәрі. Енді сондай елге торговый центр соқсаңдар, чтобы өзін товарынды Сингапурға қойып, витринаға қойып сату. Бізде все по-честному болады. Ваши инвесторы не будут подозревать ни о чем. Даже сол магазинге, там мысалға 500 квадрат соғылса, 500 инвестор болса, сатушы соған как хозяин жазып қоюға болады. Бір квадратқа 2 адам ба, 3 адам ба, или 1 адам ба. Ертең ойыннан шығам, болды, мен сатпаймын заттарыңыз десе, ойыннан шығады да кетеді, но өзінің квадраты қалады ғой, соны басқа акционерлерге сатып кетеді. Все прозрачно, честно болады бізде. Вот, ешкімді алдамайды, шын ойын болады да. По-другому, как вы хотите? Ваши, чтоб торговый центр строить, мысалға, Австралия, Америка сияқты, мысалға, Франция, Германия сияқты елдерде торговый центр соқсаңдар, и сол затты сатсаңдар. Сондықтан ойланып көріңдер. Бонус жайлы жақсы жүйе құрыңдар, үйде отырып алып. Бірінші ТО ашу керек, ТОның жаңа нелер керек, өзінің жаңа реквизитный счет, печат деген сияқты и так далее. Договор кіммен керек? Договор жаңа басқа өндірушілермен, дистрибьютор, оптовик, сатушылармен магазин договор составлять. Такой сложный договор емес, такой слабый договор істеу керек, понятный. Кішкентай договор, бірақ как письменный соглашение сияқты. Вот. Содан кейін действовать ету керек, магазинге кіру керек, прайс-листтерді қойып предлагать ету керек. Таргетке, общий таргет жасау керек. Бірігіп, басқа елдер, Қазақстан болсын, Европа болсын,
Вот бүкіл дүние жүзінде мұсылман елдерінде қаншама кәсіпкерлер бар. Өзбекстан, Саудовская Аравия, Кавказ. Вот соларды қоғамдық алаңға шақыру керек тоже, иә. Вот. Оның зияны жоқ ешқандай. Вот. Бүгінгі тақырып сол болсын, жігіттер. Общий таргет болсын. Арамыздан мықты айтишниктер болсын. Сол таргетті ашсын. Серіктестік тоғысын ашсын, серіктестік істесін. Бір жақсы әдемі сайт жасасын. Сайттың аты прайс-лист сияқты. Ат прайс-лист болсын. Специально для магазина. Вот сондай мықты жігіттер болыватса, сол группаға тағы жігіттер болыватса, тәтелер, апалар, кәсіпкерлер біріге беріңдер, қосыла беріңдер. Вот сосын барып жаймендеп тартып кетесіңдер ғой, иншалла. Вот өмір сондай. Біреулер хочет понять, кто-то не хочет понять ше, біреуде уақыт жоқ деген сияқты. Кто-то по-хорошему түсінеді, кто-то по-плохому түсінеді. Өмір сондай ғой. Кезінде римский право болды. Мысалы, римский право деген Рим құқығы. Вот, олар қосылды, бірікті. Олар пәленше жерлер басып алды. Қосылмағандар оларды күшпен алған. Кейін Моңғол ордасы, мысалы руларды айтса, Керейіт, Жалайыр, Қоңырат, Оңгерейіт, Қияттар, мысалы. Олар бірігіп күш болды. Потому что түрк қағанаты жоқ уже, құлады. Әр жерде көшпенділер шашылып жүр. Мысалы, половцы дейді, Дешті Қыпшақ даласы. Мынаяғында бір единый государство жоқ Дешті Қыпшақ даласында. Единый государство только неде бар? Хорезмде бар, қыпшақтар жаққа қарайды. Басқа жақта Россияда болсын, татарларың болсын, Кавказда кумыкың болсын, аварлар болсын, бәрінде әркім өзінше бір мемлекет болып кеткен. Бір билік жоқ, түрк қағанаты деген, держава жоқ. Вот. Сол кезде бес ру өздері қосылып держава құрады, Моңғол ордасы, Моңғолдар ұлысы. Бірігіп шабуылға шығады. Кезінде бірігейік деген кезде ешкім бірікпейді. А күшпен келген кезде күшпен бағынады адамдар. Сол сияқты ғой. Біреулер түсінбесе, ертең сендер біріксеңдер күш боласыңдар. Басқаларды күшпен бағындырып аласыңдар. Хочешь, не хочешь, көбісі уже бағынады сондай ситуацияларға. Вот крупный компаниялар келіп отыр ғой, демпинг жасайды мысалға. Вот притеснение дейді ғой, экономический. Юбер, Яндекс монополиялар бірігіп жатыр. Бір олигополия дейді ғой, екі монополияны. Валберс, тағы басқа компаниялар. Вот сол сияқты компаниялар бірігіп келіп жатыр. Корпорациялар, торговый центрлер соғып жатыр. Биржа арқылы. Корпорациялардың заманы келе жатыр. Мелкий компаниялар банкрот болып жатыр. Правильно? Демпингке тек қана демпингпен жауап қайтару керек. Вот сол. Осылай әңгіме, мынау сөйлей берейік. Группаға тарта беріңдер. Мықты жігіттер болып жатса, компания ашыңдар, мықты прайс-лист істеңдер, магазиндерге шабуылға шығыңдар. Өз-өзін қолдарға алыңдар, жігіттер. Істеңдерші соны. Істемасаңдар, психологқа барып келіңдер. Психологқа барамасаңдар, қорқсаңдар, мен сендерге көмектесейін деп, плохой энергияны шешіп алдым. Все, қорықпай бастай беріңдер деп айтайын онда. Енді не істеуге болады, не айтуға болады? Бірақ действие болу керек. 1, 2, 3 деп бастай беру керек та ол жерде. Қорықпай. Бір психологически болмау керек. Бісміллә деп магазинге кіріп, прайс-листті столға қою деген қорқынышты нәрсе емес қой. Қою керек.
бонустарды беру қорқынышты нәрсе емес. Наоборот, ертең Қазақстан бойынша армия жиналса, кәсіпкерлер, бонустар армиясы жиналады. Ол мощный қозғалыс болады да, уже бір корпоративный механизм дейді оны. А корпоративный механизм қосылса, әр адамның жұмысы жүреді. Бір проекттер болса, торговый центрлер, мен де қосылайыншы сол проектке. Бір жерде кішкентай магазин соғылып жатса, мен де қосылайыншы деп, соны сөйтіп ойланасыңдар да. Болды, ассалаумағалейкум онда.